In the last video, I introduced the idea that Алдыңғы видеода өте кішкене нәрселер біресе толқын, біресе бөлшек ретінде әрекет ететінін айттық. Айталық, электронның бөлшектік толқындық дуализмін қалай елестетеміз? Біздің электронымыз жаңбыр тамшысы ішіндегі тозаң делік. Бөлшектің қай жерде екенін басында жақсы білеміз. Бірақ тамшы жерге тигенде ол толқын ретінде таралады. Тозаң түйіршігі сол толқынның әйтеуір бір жерінде. Сөйтіп, бөлшек біздің электрон толқын болып тарағанмен, онда бәрібір жалғыз-ақ түйіршік бар. Егер оны іздесек, белгілі бір орнынан табамыз. Толқын сондай-ақ бөлшекті кез келген нүктеден табу ықтималдығын көрсетеді. Егер тамшы екіге жарылса, үлкенірек бөлігінде тозаңның болу ықтималдығы басым. Кванттық механикадағы бөлшектік толқындық дуализм шамамен осылай жұмыс істейді. Әрбір бөлшек толқынмен таралады. Толқын оның қай жерде немесе қандай күйде болу ықтималдығын анықтайды. Оңай ма екен? Ең қиыны толқынның қозғалысын есептеу.